Бисмилlah. Бүгінгі сабағымыз әжүрмие сабағын кестемен өтетін боламыз. 5 минуттан 30 сабақ, яғни 30 сабақта біздер әжүрмияны бітіретін боламыз. Оның авторы Мухаммад ибн Дауд ас-Синхаджи, Абу Абдилла, улида фи Фас саната 672 من الهجرة وتوفي فيها سنة 723. Авторы Мухаммад ибн Мухаммад ас-Синхаджи, Абу Абдилла 672 жылы Фас қаласында дүниеге келген және 723 жылы сол қалада қайтыс болған. Бірінші әл-кәлам. Әл-кәлам дегеніміз не? Пайдалы сөйлем, сөйлем деп айтамыз. Әл-лафз, әл-мураккаб, әл-муфид бил-вада. Яғни төрт нәрсе болу керек. Ол әл-лафз болу керек, дауыстан әріптермен құралатын дыбыс болу керек. Әл-мураккаб және сол дыбыстардың сөздердің жиынтығы болу керек, құралу керек. Әл-муфид ол және пайдалы болу керек. Және бил-вада араб тілінде. Әл-лафз, әл-мураккаб, әл-муфид, бил-вада. Осы әл-кәлам, осы төрт шарт болған кезде ғана болады екен. Енді ақсамул кәлам саласатун. Ақсамул кәлам дегенісі әджзаул кәлам. Яғни ақсам ол жүз. Қисм жүз деген мағынаға келеді. Немесе ануал әл-кәлима, немесе ақсамул кәлима деп айтатын болсақ болады. Бір сөз ғана, оның үш түрі бар екен. Немесе әджзаул кәлам, кәламның бөліктері. Біріншісі исм, екінші фи'л және харф. Исм, фи'л, харф. Яғни исімдік, етістік және харф. Исмнің белгілері астында әл-хафд, әт-танвин, духул әл-алифи вәл-лам, хуруф әл-хафд. Әл-хафд бірінші харф жар болады исм, және оған танвин кіреді. Бейтун, китабун, духул әл-алиф вәл-лам, әл-бейту, әл-китабу. Және хуруф әл-хафдтар кіреді. Мин, иля, ан, ала, фи, рубба, әл-ба, әл-кафу, әл-ламу. Және хуруф әл-қасам, әл-вау, әл-бау, әт-тау. Әл-вау, валлахи, биллахи, таллахи. Түсінікті. Есімді біздер осы белгілер арқылы танимыз. Яғни, ол мажрур болатын болса, фил бейти, яғни мажрур. Танвин беретін болса, алиф-лам және осы хуруф әл-хафд аталған хуруф әл-хафдтар кіреді. Екінші фи'л, іс-әрекет, етістік. Оны қалай танимыз біздер? Қад, әс-син және сауфа және тәу-тәнис әс-сәкина. Осы белгілер келген кезде біз оны етістік деп білеміз. Қад, жаа зайдун, саяти зайдун, сауфа яти зайдун, жаат хиндун. Түсінікті. Үшінші харф. Ма ла яслуху мааху далил исм вала далил фи'л. Яғни харф дегеніміз есімнің де, фи'лдің де белгілерін алмайды. Яғни есімнің және фи'лдің белгілері болмайтын болса, ол біздерде харф болып есептеледі. Сондай бірінші сабақ аяқталды.